және физиологиялық еді. Және оқушыларының өздерінің деңгейіндегі байқауларға қатысуына өте шыңдайтын байқаулар орындай алады деп ойлаймын. Рахмет, әріптестер тарапынан қойылатын сұрақтарыңыз болса, немесе айтатын айтып, өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Құрметті әріптестер, жарайды, онда сіздердің комментарийларыңызды осындағы келесі біздің сөз кезегін Абдулдаева Марияевнаға бермейді. Тақырыбы коллективный курс для учащихся 2 класса на тему математика. Представитель, уважаемые коллеги, меня зовут Абдулдаева, начальных классов. Вашему вниманию предоставляю элективный курс «Математика вокруг нас» для учащихся 2 класса. Эта программа рассчитана на 34 часа. Цель курса – расширение представления и укрепления интересов учащихся к математике, формирование базовых математических представлений в процессе ознакомления с окружающим миром. Актуальность программы. Математика способствует развитию мышления, интеллектуальных способностей учащихся, подготовке к жизни по успешному овладению предметом. Задача – формировать устойчивость математики, занимательные задания, развивать логическое, образное и пространственное мышление учащихся, применять знания в повседневной жизни, способствовать развитию коммуникативных навыков, формировать навыки коммуникации, самостоятельного принятия решения. На этом курсе будут использованы методы обучения на объяснение, постановка. Уважаемые коллеги, простите, Мария Светлановна, можете выключить микрофон и другие слушатели? Вообще не слышно. Чтобы только микрофон был у Марии Светлановны включен. Хорошо. Ага, все. А то ничего не слышно. Пожалуйста, выключите все микрофоны. Шанар Жамбыловна. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Лучшаңызды білмедім, кешіріңіздер. Микрофоныңызды өшіріңізші. Я могу что-то? Краткий обзор содержания курса. Курс знакомит учеников с математикой в окружающем мире, геометрическими фигурами, занимательной арифметикой, числовыми ребусами, математическими закономерностями в природе. Ожидаемые результаты. Развитие математического мышления, получение новых навыков, мотивация к обучению, уверенности в решении задач. Математикой мы пользуемся в повседневной жизни, можно сказать, каждый день. Поэтому мне кажется, что эта программа будет помогать ученикам в решении математических проблем, решении математических задач. Если есть вопросы, можете задавать. Извините еще раз. Галия, выключите микрофон, вот, который сейчас подключилась.
В программе используется различный материал, геометрический, арифметический, аналогическое мышление, дидактические игры. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, отзыв. Спасибо большое за внимание. Сұрақтарыңыз болатын болса, қойсаңыздар болады. Жарайды, рахмет. Келесі сөз кезегі номер 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Батыршаева Салтанат Қанайбековнаға беріледі. Тақырыбы бірінші сынып оқушыларына арналған грамматика сыры деп аталады. Сондықтан да құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса дайындалып, немесе осындағы комментарийға жазыңыздар өздеріңіздің пікірлеріңізді. Біз күтеміз сіздерден. Здесь конференция, тихо. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Батыршаева Салтанат Қанайбековна, бастауыш сынып мұғалімімін, педагог зерттеуші боламын. Мен авторлық жобам грамматика сыры бірінші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламамның мақсаты оқушылардың алған білімдерін жетілдіре отырып, тіл байлықтарын, өз ойларын нақты, терең мағыналы әрі көркем жеткізе білуге дамыту, өзіне сенімді мәдениетті тұлға тәрбиелеу, оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту, олардың білімге деген құштарлығын, еңбексүйгіштігін, орындалатын жұмысқа деген жауапкершілігін арттыру, қиындықтарды жеңе білуге баулу. Бағдарламаның міндеті толыққанды дамуына және бейімделуіне міндеттеу, табысты білім алуға және белсенді қызметке ынталандыру, балаларды бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасай білуге және табысқа жетуге үйрету, байланыстырып сөйлеуге, сөйлеу мәдениетіне үйрету, үлкендерді құрметтеп, олардан өнеге алуға жетілдіру. Бағдарламада күтілетін нәтиже еркін ойлауға мүмкіндік алады, ақыл ойын дамытады, ұжымдық іс-әрекетке тәрбиеленеді, тіл байлығы жетіледі, жан-жақты ізденушілігі артады. Яғни бұл бағдарламада оқушы нені түсінеді? Мектеп табалдырығын бірге аттаған сыныптастарымен аяулы өз мектебін достарымен танысады, әріптермен танысады, дыбыстармен танысады, төрт түлік атаулармен, түрлі ұлттық ойындармен танысады, дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысып, оларды ажырата білуге үйренеді, түсінеді. Яғни нені жасай алады? Диктант түрлерін жаза алады, өткен тақырыптар бойынша ереже айталады, көркем жазуды үйренеді. Құрметті әріптестер, Салтанат Қанайбековнаның авторлық бағдарламасына айтатын пікірлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, мархабат, біз сіздерді күтіп отырмыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Әлі пікірлеріңіз болса, онда комментарий бөліміне жазуларыңызды өтінемін. Қазір не қорғалады ғой авторлық жоба? Құрметті әріптестер, жарайды, олай болатын болса, келесі біздің авторлық бағдарламаны таратушы номер 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Балғабаева Ақмарал. Тақырыбы бірінші сынып оқушыларына арналған сөз әлемі. Бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Наурызбай ауданы 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Балғабаева Ақмарал Абдымажитовна боламын. Педагог зерттеуші. Менің бүгінгі таратайын деп жатқан авторлық бағдарламамның тақырыбы сөз әлемі. Бірінші сыныпқа арналған 33 сағатты құрайды.
Бағдарлама мақсаты тиімді әдіс тәсілдер ойындар арқылы әрбір баланың сөздік қорын арттыру, сол тіл байлықтары арқылы сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін шығару арқылы көркем шығармаларға мәтіндік талдау жүргізу және ой өрістерін кеңейту, оқу сауаттылығын дамыту, сонымен қатар функционалдық сауаттылықтарын да дамыту. Бұл бағдарламаның өзектілігі, яғни басты мәселесі, қазіргі балдардың көбінің қиялдары компьютерлік ойындарға ауып кетуіне байланысты. Білім алушылардың кітап оқуға қызығушылығы төмен, көптеген білім алушылар ұзақ мәтіндермен жұмыс жасауға қиналады, өйткені оқушылар оқу техникасын дұрыс меңгермей жатыр. Міне осы компьютер мен телефонға байланысты. Оқыған шығарманың негізінде мазмұнын айтуға қиналады. Егер оқушы кітапты көп оқыса, сөз байлығы мол, өз тілінде еркін сөйлейтін, кешегіні түсінетін, бүгінгіні білетін, өз жерін, елін сүйетін нағыз патриот шығар еді. Ал енді осы авторлық бағдарламаны мен сөз дегеніміз не деген сұрақпен бастағым келіп отыр. Яғни балаларға үнемі проблемалық сұрақтар қою арқылы осы бағдарламаны жүргізіп отырамын. Енді осы сөз әлемі жұмыс дәптері де шығарылып жатыр. Қазір қаралымда. Бұл өте балаларға қолайлы. Әр сабақта 3 тапсырмадан балалар жас ерекшеліктеріне байланысты орындап отырады. Бұл дәптердің ішінде балаларға арналған сұрақ жауап, суреттер, суретпен жұмыс, кроссворд, жаңағы сөз жұмбақ, мақал мәтел барлығы қызықты етіп жасалынған балалардың, яғни шығармашылық жұмыстары. Келесі, бұдан біз не білеміз? Сөздік қорымызды байытамыз. Жаңа сөздерді күнделікті өмірде қолданамыз. Қазір өтіп жатқан синонимдер мен антонимдерді үйрене бастаймыз. Бірінші сынып болғандықтан сөздік ойындар ойнап сөздік қорымызды кеңейтеміз. Сөздік қор біздің байлығымыз. Қаншалықты сөз көп білсек, соншалықты жақсы сөйлейтін боламыз. Ал енді осы бағдарламаның ұлттық құндылықтарына келетін болсақ, қазір енді бұл бағдарлама жұмыс дәптерінде шешендік сөздер де бар, жұмбақтар да бар, мақал мәтелдер, ұлттық ойындар. Әсіресе осы ұлттық ойындар арқылы балалардың қызығушылығын дамытып отырамыз. Ал енді қолданатын әдіс тәсілдерге келетін болсақ, жаңа сөздерді үйрену, сөздермен ойнау, міне неше түрлі ойлантап әдісі, неше түрлі әріптерден сөз, буындардан сөз, сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін құрастыра бастаймыз. Ал енді бұл бағдарламамен жұмыс жасау кезіндегі бағалауға келетін болсақ, бірінші сынып оқушылары бағаланбайды. Сондықтан қалыптастырушы бағалау ретінде бес бармақ әдісі, шапалақ әдісі, бағдаршам, баспалдақ, стикерлер арқылы әртүрлі ауызша кері байланыс жасау және жаңағы оқуға ынтасын көтеру үшін ауызша мадақтаулар жүргіземіз. Ал енді қорыта келе айтатын болсақ, нәтижесінде бұл бағдарламаның көп сөз біледі, жылдам оқиды, түсіне алады. Көркем шығармалардың негізінде тақырыбын анықтай алады. Шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға бере алады. Актерлік шеберлігі дамиды. Оқыған шығарманың мазмұнын еркін жеткізе біледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, егер де Ақмарал Абдымажитовнаға қоятын сұрақтарыңыз болса, немесе пікірлеріңіз болса, осында білдірсеңіздер болады. Жарайды, олай болатын болса, келесі кезек. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңыз. Келесі кезек 3-ші сынып оқушыларына арналған математика сырындағы авторлық бағдарламасымен таныстыру үшін Бөкенбаева Қарлығаш Серікқызына сөз береміз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, мен Бөкенбаева Қарлығаш Серікқызы, номері 157-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы математика сыры. Аталған жұмыс бағдарлама нұсқасы 3-ші сыныптағы математика сыры атты факультативтік курс үшін құрастырылған. Бағдарлама бастауыш сынып оқушыларының математикалық көптеген қызықты сұрақтарымен танысуға, мектеп бағдарламасынан тыс аталған ғылымның қыр-сырын тереңінен түсінуге мүмкіндік береді. Енді бұл бағдарламамның мақсаты оқушылардың негізгі курсты оқу барысында алған білімдерін тереңдету, математикаға деген қызығушылықты, математикалық білімді күнделікті өмірде қолдануға деген ұмтылысты тәрбиелеу.
Келесі енді міндетіміз оқытудың қағидалары, даралық, қолжетімділік, ғылымилылық, сабақтастық, нәтижелік, саралап оқыту, бақылау әдістерінің икемділігі. Бағдарламаның өзектілігі математикалық білім мен біліктің қолданылу аясы кеңейген сайын мектепте математикадан сапалы білім берудің маңызы арта түседі. Мұның өзі әр оқушыға математикадан қажетті деңгейде білім беру қажеттігін айқындайды. Оқушылардың жоғарғы сыныптарға дайындау, логикалық ойларын дамыту, шапшаң есептеуге үйрету мақсатында 3-ші сыныпқа математика сыры пәні 1 сағат арнайы курс енгізіліп отыр. Енді бағдарламаның жаңалығы оқушылардың пәнге деген қызығушылығы және ой белсенділігін арттыру үшін тиімді әдіс тәсілдерді қолдану. Күтілетін нәтиже бала тұлғасының дұрыс өсуіне, ақыл ойдың дамуына, оқушылардың тұлғалық сезімталдық, еріктілік, белсенділігін қалыптастыру, қызықты тапсырмалар арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыру, есте сақтау түрлерін, жалпы оқытудың біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту, математикаға қабілетті дарынды балаларды анықтау. Енді қорыта келгенде, курс білім алушыларға өз бетінше жұмыс жасау дағдысын дамытады. Сонымен қатар логикалық ойлау қабілеттері дамып, тапқырлық, ептілік, зеректік және белсенді іс-әрекеттер дағдысы қалыптастырады. Математика пәніне деген қызығушылықтарын ояту арқылы болашақ кәсібін таңдауға көмектесе алады. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, авторлық бағдарламаның авторына қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Жарайды, онда уақытты алмай, келесі біздің 157-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі Бағланова Айнұр апайдың 3-ші сынып оқушыларына арналған сөз әлемі тақырыбындағы элективті курс бағдарламасымен танысуға шақырамын. Айнұр апай. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Мен Бағланова Айнұр Мұхтаровна, Алматы қаласы Наурызбай ауданы номер 157 мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Менің ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламам 3-ші сынып оқушыларына арналған сөз әлемі тақырыбындағы элективті курс бағдарламасы. Жалпы бағдарламаның мақсаты көркем шығармаларға мәтіндік талдау жасау жүргізу арқылы оқушылардың сауаттылығын дамыту. Бұл курс аптасына 1 сағаттан 34 сағатты құрайды. Және бұл жаңа оқыту бағдарламасындағы, жаңартылған оқыту бағдарламасындағы 3-ші сыныптағы әдебиеттік оқу пәніне қосымша құрал ретінде қарастырылған. Және оқушылардың жас ерекшелігін ескеріле отырылды. Бағдарламаның міндеттері көркем шығармалардың негізгі тақырыбын анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беру, оқыған көркем шығармалардың негізгі ойын жеткізе білу. Бағдарлама бөлімдері: айналадағы табиғат әлемі, жақсы деген немене, жаман деген немене, өнер білім бар жұрттар, менің әлемім. Оқу нәтижелері, яғни оқушы не біледі? Білім алушы көркем шығармалардың негізгі тақырыбын анықтай алады, оқыған шығармалардың мазмұнын еркін жеткізе алады, сөздік қоры дамиды, сурет пен мәтін арқылы сипаттама бере алады. Күтілетін нәтиже: бірінші, оқушылардың сөз қоры артады, екінші, ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениеті жетіледі, үшінші, шығармашылық және логикалық ойлау қабілеттері дамиды, төртінші, қарым-қатынас жасаудағы өзіндік сенімділік артады, бесінші, ұлттық және мәдени құндылықтарды құрметтеуге үйренеді. Қорыта келгенде, элективті бағдарламаның ерекшелігі оқушылардың оқу үрдісіне деген қызығушылығын арттырып, белсенді қатысуына ықпал етеді. Қазақ халқының әдеби және ауызекі мұраларымен танысып, ана тілінің байлығын түсінеді. Сонымен бірге олардың жеке тұлғалық және дамуына жағдай жасалады. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, Айнұр Мұхтаровнаға қояр сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, жарайды, онда уақытты өткізбей, келесі бізде өзінің авторлық бағдарламасымен таныстыратын Мұхаманова Венера Абдикуловна 8-ші сыныптарға арналған қызықты география тақырыбындағы элективті курс.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Наурызбай ауданы номері 157 мектептің география пәнінен беретін Мұхаманова Венера Абдикуловна. Менің сіздерге ұсынып отырған авторлық бағдарламам 8 сыныптарға арналған қызықты география атты элективті курсым. Қызықты география курсының негізгі мақсаты оқушыларға географиялық орта туралы алғашы түсініктердің пайда болуы, оның даму тарихы және жер қабықтарындағы жалпы заңдылықтар туралы түсінік беріп, дүние танымдарын кеңейту. Міндеттері оқушыларға география ғылымының тарихи адам баласының жер шарын бірте-бірте қалай ашып білумен байланысты екендігін түсіндіру. Ұлы саяхатшылар мен географтардың жаңалықтары мен қорытындыларын меңгерту. Оқушыларды географиялық заңдылықтарды түсінуге, өз бетінше білім алуға үйрету. Сонымен қатар оқушыларға қойылатын талаптар карта бойынша атауы мен көрсетуін білуі, карта бойынша анықтауы, өлшеуі, кескін картаға түсіре білуі, баяндай алуы, түсіндіре алуы, болжай алуы тиіс. Әрбір оқушының келесісін күрделендіріп, бір-біріне жалғасып келеді. Осы көрсетілген іс-әрекеттердің нәтижесінде оқушылар ұйымдастырушылық, рухани, ойшылдық және біліктілік қасиеттерге ие болады. Әріптестер Венера Абдикуловна, бар ма? Сейчас это Гүлжан Сериковна пишет, что удовольствие там много. А это замерка ставит ей 2 часа. Хотя ее нет, то а мне на кого ставить? На кого я поставлю? часы я взяла при первых, потом во окно. Окна, я Зайтуне вчера написала. Но она мне Смотрите, где у кого окно. Өшірдім, енді бізде келесі кезекте Мамырбекова Сания Нұрмолдақызының Олай болатын болса, Сейтқаз Жазира Несіпбайқызының 7 сынып білім алушыларына арналған бағдарламасымен таныстыратын боламыз. Тақырыбы биология ғылымының ғажайыптары, 7 сынып білім алушыларына арналған элективті курс. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Наурызбай ауданы номер 157 жалпы білім беретін мектептің биология пәнінің мұғалімі Сейтқазы Жазира Несіпбайқызы. Менің тақырыбым 7 сыныптарға арналған биология ғылымының ғажайыптары. Негізгі мақсатым, яғни бұл бізде 7 сынып, 5-6 сыныпта жаратылыстану оқиды, 7 сыныпқа келген кезде олар жаңағы биология пәнін бастайды. Сол кезде бұл жерде алған негізгі бағдарламамның мақсаты оқушыларға ғылыми танымдық сипатта жазылған қызығушылықты ояту, бізді қоршаған орта таңғажайып құбылыстарға толы, соның ерекшеліктерімен таныстыру. Яғни бұл элективті курс оқушыларды ғылымға қызықтыру, табиғаттағы құбылыстарды тек көріп қана қоймай, неліктен осылай деген сұраққа жауап беруге бағыттайды. Яғни болашақ биолог, дәрігер, эколог болғысы келетін оқушылар үшін алғашқы қадам. Бағдарламаның өзектілігі. Яғни бағдарламаның жалпы өзектілігі 7 сынып оқушылары жаратылыстану бағытындағы пәндерге ерекше қызығушылық таныта бастайды. Биологияны тек оқулық емес, тәжірибе жасап, көзбен көріп, қолмен ұстап, үйрену арқылы оқушының пәнге деген қызығушылығы артылады. Мақсаты табиғаттағы ғылыми тұрғыдан тану, қызығушылық пен зерттеушілік қабілеттерін дамыту, биология пәніне деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін қалыптастыру. Жалпы әдістемелік деңгей бойынша алатын болсақ, осы ғылыми танымдық бағыттағы тапсырмалар оқушылардың логикалық дәлелдеуін, салыстыруын, талдауды дамытады. Табиғи нысандарды зерттеу, тәжірибелер жүргізу арқылы оқушы ғылыммен тікелей байланысады. Және де жобалау, шығармашылық жұмыстарды оқушылар өздерімен іздену, жобалау нәтижелерін қорғау дағдыларын қалыптастырып отырады. Жалпы күтілетін нәтиже қандай?
бұл тірі ағзалардың құрылымдық тіршілік әрекеттері терең елек білім алады, табиғаттағы ерекше құбылыстар мен тірі ағзалардың бейімделуін талдай алады, ғылыми ойлау дағдыларын қалыптастырады, жобалық зерттеу жұмыстарын орындау тәжірибесін қалыптастырады, табиғатқа сүйіспеншілікке экологиялық санасын арттырып отырады. Жалпы күтілетін нәтижеміз өзіне еңбегіне нәтижесіне бағалауды, құрдастардың еңбегін құрметпен қарауды үйренеді. Жалпы осындай 7-ші сыныптарға арналған мен бағдарламамның негізгі мақсаты осы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, біз тыңдауға дайынбыз. Ал егер сұрақтарыңыз болмаса, онда өздеріңіздің пікірлеріңізді осындағы комментарий бөліміне жазсаңыздар. Жарайды, рахмет Жазира Несіпбайқызы. Келесі бізде кезекте Мамырбекова Сания Нұрмолдаевнаның оқу 11-ші сынып білім алушыларына арналған оқу сауаттылығы атты бүгінгі таңда өзекті мәселе болып отырған, яғни ұлттық тестке дайындалуға арналған элективті курсымен таныстаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Наурызбай ауданы 157-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мамырбекова Сания Нұрмолдақызымын. Сіздерге ұсынып отырған элективті курс бағдарламам оқу сауаттылығы. Білесіздер, біздің еліміз 2009 жылдан бастап осы кезге дейін PISA халықаралық зерттеуінің 4-ші циклына қатысып келеді. Осы халықаралық зерттеудің негізгі 3 бағытының бірі бұл оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы білім алушылардың мәтін мазмұнын түсіне білу және оны өз мақсаттарында қолдана білу қабілеттері. Өкінішке орай, білесіздер, қазіргі уақытта жастар арасында кітап оқу әдеті назардан тыс қалып отыр. Қазір жастардың проблемаларын шеше алмауының ең маңызды себебі де осы кітап оқымауында. Жастарымыз кітапты сандық тереңіне сүңгітіп, бетін кілтпен құлыпты теңіз түбіне тастауында. Әрине, бұл жастардың өзінің жейтін наны секілді азығына айналған осы кітапты назардан тыс қалдыру өкінішті. Сондықтан жастардың бір қателіктерін ескере отырып, соларға бір кішкене болса да көмек болса деген мақсатта осы оқу сауаттылығын жазған едім. Оқу сауаттылығының маңыздылығы білім алушылардың жазба мәтіндерді түсінуі және қолдануы, мәтін барысында ой толғауы және жаңа білім игерудегі әдіс тәсілдерді қолдануы, әлеуметтік ортаға бейімделуі. Бағдарламаның міндеті не? Ол білім алушыларға мәтінмен жұмыс істеудің әртүрлі стратегияларын меңгерту, функционалдық оқу дағдыларын дамыту, бағдарламада берілген тапсырмалар арқылы оқуға деген қызығушылықтарын арттыру және мотивацияны арттыру, мектептен тыс уақыттарда әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде оқыған қолдана білу. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже не? Коммуникатив дағдылар жетіледі, ақпаратпен жұмыс істеудің тиімді әдістерін меңгереді, мәтінді түсіну және мағынасын талдау қабілеті қалыптасады. Енді білім алушылар нені білу керек деген сұрақ туындайды. Курсқа қызығушылық, сабақта белсенділік таныту, сынып ішінде өзін-өзі ұстай білу және берілген тапсырмаларды жүйелі жауапкершілікпен орындау. Бағдарлама 11-ші сынып білім алушыларына арналып құрылған, аптасында 1 сағат, жылына 34 сағат, курсты жүргізу формасы, ол танымдық және аралас сабақтар. Осы барыста айта кеткім келгені әріптестеріме беретін ұсынатын ұсыныстарым. Ол жаңа оқулықтағы жаңалық, өзгерісті бұрынғы білімдермен салыстыра оқыту. Білім алушыларды пайдалануға тиіс оқулықтармен және қосымша материалдармен қамту. Сонымен қатар тест тапсырмасын орындамас бұрын негізі теориялық білім негізін әбден меңгерткен жөн. Және тест барысындағы жіберілген қателіктерді жүйелі талдау. Мінекей, сонымен қатар 5+ бағдарламасымен және ұбт-ға даярлау орталықтарымен жұмыстану. Егер осы ұсыныстарды еске алсақ, ескере отырсақ, онда білім алушыларымыз да жоғарғы деңгейге жетеді деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Сания Нұрмолдағыз, сізге рахмет.
Сұрақтарыңыз болса, біз комментарий бөлімінде күтеміз, немесе өз пікірлеріңізді осы комментарийға жазсаңыздар болады. Бізде қазір 3 минут уақыт үлгереміз ба? Келесін жолдашамыз ба? Үлгермейміз. Жарайды, онда бізде қазір Zoom-ның берілген уақыты аяқталып қапты. Біз қазір арада 3 минуттан кейін сіздермен осында қайта кездесеміз.